Армысыздар достар, менің қасымда болашақпен Англияның Уорвик университетінде оқып жатқан Нұрасыл Түсіпбеков отыр. Нұрасыл? Саламатсыздар ма? Сәлем, қалың қалай? Болашақ бағдарламасымен Уорвик университетінің тек қана Уорвик университеті емес, жалпы Англия бойынша, жалпы әлем бойынша ең бір танымал саналатын бизнес мектебі. Сол бизнес мектебінде қай мамандық бойынша оқып жатырсың? Бизнес үз маркетинг. Маркетинг пен бизнес. Қазіргі таңда бұл өте керекті мамандықтардың бірі. Уорвик бизнес мектебі жалпы тек қана Англияда емес, бүкіл Европада өте жақсы алдыңғы қатардағы университеттердің бірі болып саналады. Ал бакалаврдағы мамандығың қандай? Бакалаврда мен Қазақстанда оқыдым, фармацевтика саласында. Сонымен қатар бір жыл Ресейде, Санкт-Петербургтың химико-фармацевтический университетінде оқыдым. Жалпы іргетасым фармацевтика саласында қалған. Фармацевт боласың, Алла қаласа. Бұйыртса. Ал мына жақтағы бизнес мектептегі қазіргі мамандығың сол фармацевтикамен қатысы бар ма? Жалпы менің неге бизнесқа кеткенім өзі бір жолы бар. Бір жылдай мен бір үлкен фармацевтический компанияда жұмыс істедім, немістің компаниясында. Сол кезде мен бизнеспен өте жақсы андай жұмыстық істерім бизнес саласына өте жақын болды. Тек қана фармацевтикалық саласындағы білім болғандықтан менің бүкіл ойларым бүкіл жұмыстардың барысындағы бизнес салаға, яғни қатыса алмайтынымды білдім. Сол себепті бизнес мектепке баруды шештім. Бір неміс компаниясында істедім дедің. Ол қай жақта? Қазақстанда ма? Қазақстанда немістің үлкен фармацевтический компаниясы. Аты қандай? Байер. Байер. Демек, сенің осындай бизнес саласына кәсіппен айналысуға кетуіңе және соны академиялық тұрғыда оқуыңа түрткі болды, иә? Иә, және де қазіргі таңда Қазақстанда өкінішке орай Қазақстанда фармацевтика саласы қатты дамымаған. Және де сол да бір өзінің септігін тигізді. Жалпы бизнесқа кетіп, ары қарай Қазақстанның фармацевтикалық өндірісін дамытуға өз үлесімді қосқым келеді. Сол себепті бизнесқа келдім. Жаңа екеуміздің әңгімемізден бұрын мен осы Англияның Boots деген желілік жүйесін айтқан едім өзіңе. Bootspен таныссың. Ол жерде тек қана дәрі шығармайды, дәрі сатпайды, кәдімгідей бір үлкен бір академия секілді. Дәрігерлермен де қамтамасыз етеді. Тек қана емханаға немесе поликлиникаға барып қызметті пайдаланбайды. Адамдар сол аптека және дәріханалар желісіне келіп те көздің дәрігеріне, құлақтың дәрігеріне, қан қысымын тексертіп деген секілді басқа да дәрігерлерге жүгінуіне болады. Оның ай сайын шығатын журналы бар дегендей. Өзіңді айтып отырсың, фармацевтика саласы Қазақстанда аса дамымаған деп. Алла қаласа осы оқуыңды бітіріп Қазақстанға барғаннан кейін қандай жоспарың бар? Не істемек ойың бар? Жалпы қазіргі таңда бір Қазақстанның фармацевтикалық аптекалармен проектім бар. Қазіргі таңда сол осы шетелдік бизнес процестерді Қазақстанға енгізу бойынша жұмыс істеп жатырмын. Сол тек қана Boots емес, Құрама Штаттарда CVS Pharmacy және де Walgreens деген үлкен ірі фармацевтикалық компаниялар бар. Солардың бизнес пландарын мен қазір Қазақстанға енгізу үшін план жасап жатырмын. Бұл да процесте. Және де бұлардың да өздері дәрі шығармайды. Бұлар біреумен контрактты бұлар. Сен маған осындай дәрі шығарып бер, мен сатамын деген. Мен өзімнің брендім бар, Boots деген. Сендердің дәрілеріңді Boots қойып, сендерге сатамын деген. Контрактный производство дейді. Солармен отыр. Бізге Қазақстанда фармацевтикалық өндіріс кен дамымағандықтан, сондайды біз кен шығара алмаймыз. Аптекалар кен шығара алмайды. Екінші сұрағын сіздің, менің бұйыртса Қазақстанға оралғаннан кейін жоспарым. Іргетасым барлығы фармацевтика саласында қаланғандықтан, Қазақстанның фармацевтикалық саласын дамытуға өз үлесімді қосқым келеді.
және де шетелдік деңгейге дейін жеткізуге өз септігін тигізу. Қазір осы мектепте, Оректегі бизнес мектебінде алып жатқан дәрістерің бар, сабақтарың, модульдерің көңіліңнен шығып жатыр ма барлығы? Иә, әрине бұл жақтың білімі, бұл жақтың беретін өздерінің тактикалары Қазақстандағы беретін білімнен өзгеше. Профессорлары басқа, кітаптары басқа, беретін материалдары басқа, және де бұл студенттердің өздеріне де байланысты. Қандай білімді қалай алуға болады. Өзім, өз бабымен, яғни мен әр білімді алғанда өзімнің сүзгінен өткіземін. Бір материалдарды алған кезде. Мысалы, осы білімді өз елінде қалай қолдануға болады деген сүзгісінен өткізіп алып, ары қарай осы материалдарды қалай қолдануға болады деген оймен қолданамын. Бұл жақта зерттеуге, ғылымға көбірек көңіл бөле ме екен, әлде практикаға да мән беріле ме? Мысалы, өзіңнің бизнес мектебінде тек қана көбінесе практикалық. Мысалы, қазіргі таңда Қазақстанда магистрлық деңгейді алу үшін тек қана диссертация ғана беріледі. Яғни сіз диссертация жазасыз, өткізесіз, солай сізді бағалайды. Бұл жақта WBS-та, Орик бизнес скулда бізде екі мүмкіндік беріледі. Біріншісі сол диссертация, екіншісі бизнес in practice деген өзі аталатын модулі бар. Яғни сіз бір құрама жинайсыз, команда, студенттермен бірге, және де бір бизнес план бойынша жұмыс жасайсыз. Сол бизнес планды қалай атқарасыз, сол себепті сізге баға қояды. Бұл яғни практикалық жұмыс. Және де осының бағасы диссертацияға да теңеледі. Диссертация жазбай-ақ тек қана практикаға кетіп, бизнес планды шешіп, сөйтіп оқуды тәмамдауға да болады. Болады олай. Иә. Бұл деген өте жақсы мүмкіндік. Сен өзің қайсысын таңдап отырсың? Мен осы екіншісі бизнес in practice-ті таңдадым. Өйткені Қазақстанда жүргенде де дипломдық жұмысымды қағаз ретінде өткіздім. Тек қана өзім жазып, қазіргі таңда практикалық жұмысты ұсынғандықтан екінші практикалық жұмыс. Жобаңның аты қандай жоба жасап жатыр? Бұлардың жобасы өздері беріледі сіздерге. Өзің таңдамайсың? Өзіміз таңдамаймыз, олар өздері береді. Өзіміздің командамыз ретінде сол жобаның мақсатын мен проблемасын шешуін біз WBS-тің мұғалімдерімізге ұсынамыз. Солар мұғалімдері өздері қарап, бізге бағамыз береді. Оқуда практикаға көбірек мән беріледі дедің ғой, ал өндіріс орындарына апара ма? Көздеріңмен көріп, мысалға осылардың фармацевтикалық компанияларына барып дегендей, ол жағы қалай? Жалпы менің мамандығымда 200-ден астам студенттер оқиды. Бір өндірістік компания бір мезетте 200 студенттерді өзіне қабылдай алмайды. Бірақ WBS мектебім өзіміздің порталымыз бар. Порталымызға осындай мүмкіндіктерді әр апта сайын өздері салып отырады. Студенттер мән береміз, осындай күндері, осындай компаниялар өздеріне шақырып отыр. Кім барғысы келеді, осылай жазыңдар, резюмелеріңді өткізіңдер деп. Сондай уақыттарда студенттер белсенділік таратып, өздерінің резюмелерін тапсырып, өндірістік компанияларға бара алады. Өзім GlaxoSmithKline деген фармацевтический компанияға бардым. Бұл деген Big Pharma қатарына кіретін үлкен фармацевтикалық өндірістік компаниясы. Студенттер бара алады, бірақ мектебіміз өз тарапынан список составлять етеді. Яғни әрбір студенттер бара алатын мүмкіншілігі бар, бірақ іс жүзінде студенттер өздері тырысу керек. Мен барғым келеді деген. Инициативаны өздерің танытпасаңдар, барлығын 200-ін жинап алып өздері апармайды дейсің ғой, Бірақ сенің тарапыңнан ұсыныс болса, апарады. Отборлары бар. Болашақтың, бағана өзіміз әңгімемізде айтып қалдық қой, болашақтың мүмкіндігі бар. Жаңадан бір заң шықты,
әлемнің үздік деген жетекші 500 компаниясында оқу бітіргеннен кейін жұмыс істеуге мүмкіндік бар, егер сол жақтан шақырту алып жатсаң дегендей. Осы мүмкіндікті пайдалану мақсатында шақырту алмақ ниетің бар ма? Иә, осы бір ай бұрын болашақ бағдарламасының президентімен кездескен болатынбыз. Сол кезде осылай Fortune 500 компанияға кіретін Fortune 500 кіретін компанияларға жұмысқа кірсеңдер, бір жылға дейін, яғни отсрочка дейді ғой, сондай отсрочка береміз деген. Қазіргі таңда фармацевтикалық компанияларға өз резюмелерімді таратудамын. Бұйыртса, енді өтіп жатсақ, қалатын ниетім бар бір жылға дейін. Бірақ әрине бір жылдан кейін міндетті түрде Қазақстанға оралып, Қазақстанның дамуына, фармацевтикалық өндірістің дамуына өз септігін тигізуге бір үлес қосуына ниетім бар. Енді Англияның білім жүйесі ерекше, енді өзіңде алдыңғы қатардағы университетте оқып жатырсың. Келде сабақ оқы деп тұр ғой, былайша бүкіл жағдай жасалған, Біз сабақ оқыған кезде әр аудиториямыздың қасында осындай шай, кофе, жеміс-жидектер және де шоколадтар беріледі. Сабақ аяқталған кезде немесе орталарда перерыв, үзіліс болған кезде студенттер келіп бірнәрсе шай, кофелерін алып, кәмпиттерін алып, қайтадан сабақтарына барады. Бұның барлығы университеттің тарапынан қаржыландырады. Әсіресе қай дүниелерді айтатын едің, артықшылықтарды? Негізінде артықшылар өте көп. Қазіргі таңда Қазақстанның университеттерінің ректорын алып келіп, осын көрсетіп, көп нәрселерді енгізуге болады. Бір айтатыным ол кітапхана. Уориктің кітапханасы 24 сағат жұмыс істейді. 24 сағат 7 күн. Жұмыс істемейтін сағаттар анда тек қана жаңа жыл, тек қана мейрамдарда ғана жұмыс істемейді. Қалған күндерін бүкіл барлық мейрамның өзінде түнгі 12-ге дейін істейді ғой. Иә, 8-ге дейін, 8-ден кейін жабыламыз дейтіндер бар. Осы күнделікті жұмыс істейтін маған өте ұнайды. Өйткені Қазақстанда оқыған кезде бізде библиотекамыз, кітапханамыз 7-де ме, 8-де ме жазып қойды? 6-да жабылатын. 6-да жабылатын. Бұнда өте ыңғайсыз болатын, оқи алмайтын, сондай қиындық тудыратын оқуға. Қазір жақсы, 24 сағат жұмыс істейді. Кез келген уақытта барып, кітабыңды ашып оқи беруге болады. Және де көптеген кітаптар бұнда, яғни кітапханалардың, кітапханада табуға болады. Кітапхана қоры өте бай. Кез келген кітапты тауып алуға болады. 1 миллионнан астам кітаптар бар. Осы Уориктің кітапханасында. Мысалға өзің осы сала бойынша Қазақстанда оқыдың, Фармацевтика саласы. Фармацевтика саласы бойынша оқыған кезіңдегі оқулықтар туралы айтсаң. Бізде оқулықтар көбіне орыс тілінде ғой, шыны керек. Қазақ тілінде мүлдем жоқ. Қазақша оқыдың ба айтпақшы? Мен орысша оқыдым, бірақ орысша оқысақ та, қазақша оқысақ та кітаптардың, мысалы, жылдарын айтатын болса, қай жылы шығарылған? Анау, атам заманға кетеді. Иә, 1900 бір нәрсе жыл. Әрине бұл кітап, бұлар база болып саналады. Ғылымның іргетасы баяғыдан бері бар, барлығы базасы бар. Бірақ сонымен қатар ғылым ол әр қашанда дамып отырады. Жаңа кітаптар, жаңа теориялар, жаңа практикалар енгізіледі. Сонымен қатар кітаптарды да жаңартып отыру керек. Мен оқыған кезде 1900 кітаптарды оқитынбыз фармацевтика саласында. Қазір тек қана... Яғни көбінесе ресейлік кітапты оқитынбыз. Иә, ресейлік кітаптар. Өзіміздің төл Қазақстанның ғылымға қосқан кітаптарында шығару керек қой енді. Шыны керек, мысалға академик Асқар Жұмаділдаев, математика ағамызды білесің ғой. Сол кісінің айтқаны бар еді. Қазақ тілін сақтап қалудың бір ғана жолы қазақ тілін ғылымның тілі қылу керек деп. Бұл деген сөз ғылыми кітаптарды көп шығару керек деген сөз ғой енді. Әрине. Өзің сөзің соған дәлел. Бізде қай заманғы неше жыл бұрынғы кітаптар бар, жаңа концепциялар, жаңа ғылым, жаңа зерттеулер
жоқтың қасы деуге болады, иә. Енді алла қаласа Қазақстанға ораласың. Мемлекеттің алдындағы міндетім ретінде осы жобамды іске асырмақ ойым бар деп отырсың, иә. Болашақпен оқуға тапсырған кезде қиындықтар болды ма? Болашаққа оралайықшы енді. Қиындықтар болды ма өзіңде? Қиындықтар қалай, ол тапсырған кезде ма, немесе қазіргі таңда құжаттық тұрғысынан? Құжаттық тұрғысынан. Иә, онлайн тапсыру болды, емтихандар онлайн өтті, кешенді тест бар, НЕК комиссияның алдындағы әңгімелесу бар дегендей. Осы бір этаптардан өткен кезде өзіңде қандай қиындықтарға тап болдың? Немесе артықшылықтар деп айтсақ та болады. Қай жағы ұнады, қай жағында бір кемшіліктер болды? Жалпы кезеңдерін айтатын болсақ, ешқандай кемшіліктері, ешқандай қиындықтар дегендерді өз тарапынан көрмедім. Өйткені мен бір жақсы, өз басымнан бір нәрсені бастамас бұрын мен жоспар жасаймын. Осы күндердің арасында мен осы этапқа тапсырамын, кезеңге тапсырамын. Осы күндердің арасында осы кезеңдерге тапсырамын. Сол себепті ешқандай қиындықтар көрмедім. Әрбір кезеңде өз уақытымен болды. Осындай уақытында кіресің, осындай уақытқа кірдім. Бүкіл кезеңдерді өттім. Барлығы жақсы, бірақ өткеннен кейін өзіміз залог енгіземіз. Сондайда документтерді дайындаған кезде, документтерімізді қараған кезде кейбір бюрократикалық жағдайдағы көріністерді көрдім. Осы кісінің қолы керек, біз күтіп отырмыз, осы кісі қазір совещаниеда, жиналыста. Сондай тарапынан бюрократиялық қиыншылықтарды көрдім. Мысалға, шетелге оқуға тапсырдың, осында Орвикке шақырту алатын кезде, бұларда да онлайн. Бізде де енді ЕГОФ арқылы онлайн болды. Бірақ ЕГОФта бір кемшіліктер бар. Жүктеген құжатың егер система жұмыс істемей қалса, сақталмай қалады, қайтадан басынан бастап жүктеуің керексің деген секілді. Ондайлар байқамадың сен демек? Ондай жүктеген кезде барлығы жақсы. Жалпы ЕГОФ, біздің Қазақстандағы ЕГОФ өте жақсы дамыған. Мына жақта мысалы NHS-қа бару үшін звондау керек, хабарласу керек, жүктелу керек. ЕГОФта барлығы жақсы, мысалы мобильді несі бар, мобильдік версиясы бар. Өте, мысалы, әрбір, мысалы, паспортымды ЕГОФтан аласа, ана жолы не болды? Голосование болды. Парламент депутаттарға дауыс беру керек болды. Паспортымды ұмытып кетіп. Лондонға барып дауыс беріп кетіп? Лондонға барған кезде паспортымды ұмытып кетіппін. Бардым да, мысалы, ЕГОФтан ашып, паспортымды көрсете салдым. Сондай артықшылықтар бар дейсің ғой? Өте артықшылықтар өте көп. Өз тапсырмам болашаққа тапсырған кезде ешқандай қиыншылықтарды көрмедім. Рахмет көп-көп, Нұрасыл, уақытыңды бөліп маған сұхбат бергеніңе, армандарыңа, мұраттарыңа жетуіңе тілектеспін. Ал көрермен, сіздер менің арнамды бақылап, сұхбаттарға пікір жаза жүріңіздер. Аман болыңыздар.